Өзің фотоға түсі дейді. Не умай кабитеміз достар қазір. Так, осы суреттен жібереміз. Опа, хеосап қалайсыңдар, сендермен бірге мен Нурик. Мінекей, наконец-то дейтін менің арнамда видео шықты. Бізде топовый, күшті видео болады. Менің арнамда көп уақыт бойы пранк шықпады. Мен 4 әуенді пранк түсірдім. Бізде бүгін басқаша пранк болады. Мен бізде бүгін енді сіздерге пранк қызық болады деген ойдамын. Енді біреуді алдаған қызық емес па, я? ВКонтактеге мен әлі кірем, я? 20-шы ғасырда қалып қалған деп ойламаңын. Када өзім бір фейк страница ашып аламын, және де сөйтіп мен бір досыма жазамын. Қыз болып жазамын, яғни мен қыздың страницасын ашамда, типа соны сені ұнатып қалдым, кездесейік деп жазамын. Яғни соның біз реакциясын көреміз да, артынан пранк екенін ол өзі бірінші біледі, не болмаса біз соңында айтамыз егер білмесе. Ал қазір жарнама болады, экранның оң жағын екі рет тік еткізіп басып жіберсеңіздер де болады. Короче, кеттік, let's go. Короче, мінекей біз жазайын деп жатырмық, яғни бұл баланы онлайн қылдыруды оңай бітіға түскен жоқ, типа мен онымен ВК-ға кіріп ВК-мен сөйлесеміз деп жаздым мен. Короче, сәлем деп жазды, енді біз оған танысайық деп жазамыз, енді танысу керек қой, я? Прикиньте, маған кімсің және не үшін дейді, стоп. Адамдар негізі не үшін танысады? What? Блин, енді жай танысайық деп айта сал. Енді біз қай жылғысың деп сұрайық енді сұрақ. В общем, 2005 дейді, біз өтірік айта салайық, әрине 2006 дейміз, 2006 дей салайық. Келесі әрине қай жақта тұратын сұрау керек, енді қай жақта тұрасың дейік. В общем, луговой жаққа, тара жақтай біз дей салайықшы, менікін деп сұрайтын шығар. Сен дейді, біз оған әрине өтірік айтып, мен де дей саламыз, енді не деген көрейік. Келесі, сенің инстадағы фотоларыңды көріп ұнатып қалдым дейін, не болады? Неге инстаға жазбадың? Сен де ВК-ға айналдың, сен инстада игнорить етіп жатсаң қалай жазам? ВК-ңды өзім тауып алдым дейміз. Инстаға жазсам ол жауап қайтармайды. Кездесу керек етейік, енді көреміз не дейді екен. Так мынандай смайлик қойып жіберейік енді. Жоқ, неге жоқ? Менде уақыт аз, жарайды, түсінемін. Және стоп. Біз жаңа ғана таныстық қой. Сосын фотоларын жіберші. Мен бір өтірік қыздың инстасын жіберейін, рандомна жазып отырмын, не жазып отқанын білмеймін, бір өтірік қыздың инстасын жазып отырмын, бар ма жоқ па білмеймін. Фотолар осындай дейміз, енді бар шығар көремін. Так, не жазсақ болады? Өзің фотоға түсі дейді. Не умай кабитеміз достар қазір. Ең сұлумын. Давай. Ё-моё, канан көздеп бұтш бол. Так-то ютубта жоқ, брат, әшейін ғой.